Жалпы айтқанда мына үш бағыт қой. Тауықтың неге тумау себебі. Енді біз білмейтін себептер көп шығар. Енді қысқаша айтқанда тауыққа байланысты біріншіден тумауы, екіншіден жекен жеміне байланысты, үшіншіден тұрған жеріне байланысты. Негізгі осы үш жағдай. Негізгі осы үш жағдайды қысқаша айтқанда, мысалы, тұрған жерін айтатын болсақ, таза, құрғақ, жарық деген сияқты. Кішкене жылылау деген, мысалы, бұл қысқы жағдайды айтып отыр. Дезинфекциясы бар, мысалы. Және дезинфекция дегенде, мысалы, ақпалшықпен ақтау, соған нәрселер кімде қалай қолдан келгенше. Жемнің құнарлығы енді комбикорм сияқты болмаса да, ПК дейді, полноценный корм болмаса да, әйтеуір соған жақындату керек шама келсе несушкалардың жемін әсіресе. Ол порода болатын болса, ол кросс болсын, несушкалардың жемі жақсы болу керек, қысқы жағдайда әсіресе жұмыртқа алғың келсе. Яғни зерносмес, астық қоспасы дейді. Зерносместің ішінде түрлі жемдердің қоспасы ғой зерносмес. Сол зерносмеске, мысалы, зерносместі, мысалы, куриный радость деп айтады, мысалы, бір кейбір аттар бар. Премиксы, ракушка, жмых, рыбокосный мука, соған ұқсаған нәрселерді қосымша беру керек. Плюс дейді ол. Яғни осылардың барлығын мөлшермен болу керек, да? Жемде мөлшермен болу керек. Және жемнің құрамында мөлшермен салыну керек. Салған жемін қосқан рыбокостың басқасы бар. Мысалы, кросстарды айтатын болсақ, несушка кросстардың ақ түрлеріне 120 грамм әр құспасына күніне. Қызыл түрлеріне, мысалы, хайсекс, браун, омамрон деген сияқтыларға, мысалы, 140 грамм әр құспасына. Мысалы, сіз 100 тауық болатын болса, 100 граммнан деп есептейтін болсақ, 100-ге өйткенде яғни 100 килограмм болады деген сияқты күніне. Ол да маңызды. Және үлкен тауықтар, кішкене тауықтар бөлек тұрған жақсы. Үшіншісі құс дедік та, құстың тұқымына байланысты. Ол ет бағыты ма, жұмыртқа бағыты ма? Ет, мысалы, ол кросс па, ол порода ма? Кросстың да, породың да несушка түрі бар. Ертіп алатындар, жайытып алатындар бар, мысалы. Оның өзінің характері бар, мысалы, кросстар ең жақсы туады, промышленный жағдайда ұсталады фабрикаларда, осылар ең көп туатын. Бірақ және шапшаң неге шығады бұлар? Мерзім аяқталады шапшаң, мысалы, 1 жыл жарымнан кейін. 1 жыл жарымнан кейін бірден 50% түсіп кетеді деген сияқты, мысалы айтқанда. Мына породалардың көбі, жаңылмасам, 2 жыл жақсы туады, немесе 5 жылға дейін 70% жақсы туып тұрады. 70%-ға дейін жақсы туып тұрады, 5 жылға дейін. Басында бір 2 жыл, бір 100%, 90% туатын болса. Бұл шамамен айтып отырық бұл жерде. Қазір құстар туралы айтып отырық негізі. Оның жасы, яғни кәрі болмау керек. Тым жас болса, мысалы, уақыты келмесе тумайды. Шағын бір профилактикасын жасап тұру керек, мысалы. Балапан кезінде 21 күннен кейін, мысалы, шек құрты, соған ұқсаған нәрселер жасалу керек те. Кросстарда, мысалы, прививкалармен егеді, мысалы. Енді породаларға, кейбір породаларға мүмкін енді. Жалпы құстарға көп қажет жоқ, ең басы шек құрт болса. Сосын қорада ұстағанда қысқы жағдайда, мысалы, сальмонеллезға қарсы, күннің көзі жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, соған қарсы асқазан ауруына қарсы бір профилактика ретінде берсе болады. Онда да бір қатты бір дәрілеп кетудің де қажет жоқ. Ең басы шек құртқа беріліп тұру керек. 21 күннен бастап, сосын ай сайын қайталап тұрасың да. Сосын мына жоғарғы жеміне қайтатын болсақ, мөлшермен беру керек дедік.
жемді мөлшермен беру керек, және жемге қосқан құрамының өзі де мөлшермен берілу керек. Қазір интернеттерде, гуглдерде калькулятор бар, жемді есептейтін комбикормды қалай жасайды. Комбикорм болмаса да соған ұқсатып. Сол. Ал енді жазда проблема жоқ, таза ауа, күннің көзі, топырақ, шөп-шөңгей, құрт-құмырсқа жемге де үнемі бір жағынан. Жемде негізгі дейді ғой, орысша айтқанда основной дейді ғой. Сол кальций мен белок, яғни қазақша ақуыз және соған ұқсаған элементтер болу керек. Мысалы минералдар, витаминдер, ақуыз, май деген сияқты, сол бәрі семіріп кетсе де бұлар несушкаға емес, ет бағытындағын берсең бұлар семіріп кетеді деген сияқты. Семіз болса да тумайды, бұлар арық болса да тумайды жалпы. Енді қысқаша артық кемі осы, енді білгеніміз бойынша базовый дейді ғой, жаңадан бастағандарға арналған бір-екі ауыз сөзіміз. Сосын менің ойымша жаңа құстың мысалы 5 айлығында, 4 айлығында, 6-7 айлығында ол жаңа тұқымына байланысты дедік, күйіне, жеміне, тұрған жеріне және мезгілге де байланысты болады да. Ол 7 айлық, 5 айлық уақыты қысқа түсіп қалды ма, қысқа күзге түсіп қалды ма, жазғы көктемге түсті ма, ол да әсер етеді деп ойлаймын. Белокпен, яғни ақуыз бен кальций балапанның кальций сүйегінің өсуіне, белок етінің өсуіне жақсы болатын болса, тауықтар үшін түлеген кезде әсіресе мамығына және жұмыртқаның өзі, мысалы сырты кальцийді, іші белок деп, мысалы жалпы айтқанда, және кальций, белок және соған ұқсаған элементтер керек болады. Жалпы балапанның өсуіне, тауықтың тууына ол да бір маңызды рөл атқарады. Осы екі белок пен кальций және соған ұқсаған элементтер. Жоғарыда аталған мысалы зерно смес, соған ұқсаған жағдайлар болмай қалған жағдайда қарапайым қолдың қара тауықтарына, орысша айтқанда домашний, біздер 100 грамм, 80 грамм есептейміз тек қана. Және бидай мен арпаны, орысша ячмень, екеуін тамырлатып береміз. Тамырлатып, яғни өскін қылып. Каналымызда бар, қалай өсіру керек турасында. Бәрі бірден біз басында түсінбедік, өсіре алмадық. Ол бөлек әңгіме. Және Ақтау жақта мысалы ракушняк тастар бар. Ұлудың несі ракушка. Соны кесіп, соны отып береміз. Аппақ свежий түрлері болады, соны отып қойып қоямыз. Және ПГС гравий қойып қоямыз. Құм дейді бір жақтарда. Сосын тамырлатып береміз. Мөлшермен береміз. Премикс болса, премикс қосып береміз. Мысалы райбушка дейді, премикс дейді. Аттар көп. Соны қосып береміз. Осы жағдайда да туу жүрді. Қора енді сәл-пәл жылы извескілеп қоямыз. Жарық 15-17 сағат жанып тұрса, оны сөндіріп қойған абзалырақ шығар, бірақ сөндірмеуге де болады, менің ойымша. Сол дұрысымды алып, бұрысымды тастайсыңдар ғой. Көбі дұрыс, азы бұрыс деп ойлаймыз. Қолдан келгенше білгенімізді айтып қалдық. Шөккүртті айттық. Анда-санда марганцовка береміз, шөккүрт береміз. Марганцовканың ақшыл түрі. Қанша дегенмен көлеңке жерге кіреді. Көп күннің көзі жоқ, таза ауа жоқ. Қораға кіргесін бір асқазан, шөккүрт аурулары болуы мүмкін. Бірақ оғанда қатты бас ауыртпаймыз, жалпы айтып отқан. Тұрған жері, жемі және құстың өзі. Сосын жеңіл айтқан сәл-пәл профилактика болған жақсы. Болмаса да мәселе емес. Ол тек қолдың қара тауықтарымыз. Мысалы біз кросс несушкаларды ұстадық, оларды жақсы tutты.
осы өсім қылып бердік оларға да. Және күндегісін күнде бердік. Бір күн салып, бір жұма салып, ондай ештеңе болған жоқ. Яғни апта дейді ғой. Күндегісін күнде өсті, жақсы туды. Енді біреулер айтады, жаңа іші бірдеңе болып қалады. Ол бәлкім енді мүмкін ол да. Оны да қарайсыздар енді. Біздің жағдайда солай болды. Әркімнің тәжірибесінде әртүрлі болуы мүмкін, жағдай әртүрлі болуы мүмкін. Соған байланысты уақыт түйек нәрселер есептелмей қалуы мүмкін. Бірақ жалпы біздер басымнан өткен осылай үй жағдайында қайталамаңыздар деп қоясың. Қораның иісі де байланысты, ол жақсы болу керек, әктеп тұру керек. Және шама келсе қорадағыны күндегісін күнде тазалап тұру керек те. Қиын. Сол кезде көп ылғал болмайды. Және суды шама келсе бір ретіне 2 рет беру керек. 2 сағат, 1 сағаттан кейін алып тастау керек. Олар ішіп алады, жарайды. Әйтпесе анау су мұздап кетеді, тамақтары ауыр қылады. Құлуы мүмкін. Біреулерде енді ауырмауы мүмкін, 10 адамның 1-2-інде, бірақ жалпы солай. Сәл-пәл жылы салып, сәл-пәл салқын деген сияқты. Қора, су. Осылардың барлығын қарау керек қой. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Алматыға немесе Ресейге барып бірдеңе алудың қажеті жоқ. Сол үйде, үйдің айналасында сол жеген жеміне, тұрған жеріне мән бересің, болды. Қолынан келгенді жасайсың. Басқа ештеңе керек жоқ. Сол жұмыртқа тууына себеп жасаймыз, ауырмауына себеп жасаймыз. Көп құстар менде ауырған жоқ. Бір азғантай бір 2 болған шығар енді, бірақ енді бір 90-95% құстар жақсы болды. Қандай құс бақсам да. Породаларды бақып көрген жоқ мен әлі. Сол кросспен қолдан қара тауықтарын бақтық. Ауырған жоқ олар. Бір ауырып қалған құстар болса, мысалы мен емдемеймін бе оны. Ол не ауруға, не дәрі беру керек, жағын білмеймін. Өйткені мен құстарым қымбат емес. Мен аламын да сойып тастаймын. Болды. Емі пышақ. Және соншалықты көп те ұстаған жоқпын. Ауырған кезде ең бастысы бір нәрсе, бірақ нәрсе. Ол кез келген құс ауырады. Мен жеке ойым сол бөліп тастау. Бөліп тастайсың, оқшаулап тастайсың басқасына. Егер жұқпалы ауру болатын болса, басқасына жұқпас үшін, басқасы ауырып тумай қалмас үшін бөліп тастаймын. Оңалады, оңалмаса сол кететін жағына. Сол шама келсе сол дәріленген, не дәрін бердің, соған байланысты.